Сәлеметсіз бе, құрметті қонақтар, Ақбота тобына қош келдіңіздер. Балалармен ойналатын ойындардың атауы қазына ойыны, асығым алшысынан түс, қаржылық сауаттылықты арттыру мақсатында дүкен ойыны. Ойынның мақсаты балаларды ұлттық құндылыққа және қаржылық сауаттылыққа, адал азамат болып өсуіне тәрбиелеу. Ойын арқылы ұйымшылдыққа, ептілікке, шапшаңдыққа тәрбиелеу. Ойынымыздың міндеті ұлттық ойындар арқылы ұрпақтың мықты әрі жігерлі болып өсуіне ықпал етіп, олардың береке бірлігі мен ынтымағын жарастырып отырған. Шындығында келсек, ойналатын ойындардың атқаратын міндеті айрықша. Ойындарымыздың баланың көркемдік, эстетикалық, дене тәрбиесінің бөлінбейтін бір бөлігі болып саналады. Ойын кезінде қуанышты көңіл-күй мен әсем қимылдар баланың рухани байлығымен үйлеседі. Балаларда туған елдің мәдениетіне деген қызығушылық, сүйіспеншілік, сыйласымдылық сезім қалыптасады. Ойнатылатын ойындардың мазмұны жағынан балаға түсінікті, әсерлі және ықшамды. Абай Құнанбаев атамыз айтқандай, ойын ойнап ән салмай өсер бала болар ма деп. Ойын бала өмірінде ерекше орын алады. Олай болса, балаларымызбен бірге ойын ойнайық.